وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Бұл Аср сүресі деп намдалады. Оның намдалуының себебі де сол бірінші сөз бұл Аср болғандықтан. Аср дегеніміз ол Ибн Аббас радиаллаху анху айтады, бұл уақыт дейді. Басқа кейбір ғалымдар айтады, бұл Аср дегені, яғни Аср намазы. Қай бірі болса да Аср уақыт. Аср деген уақыт деген мағынада, заман немесе Аср намазы болсын, не болса да екеуі де өте мұсылман үшін маңызды болған мәселе. Уақыттың өзі де мұсылман үшін өте маңызды. Себебі Ибн Қайым рахимахулла айтады, уақыттың кетуі өлімнен де жаман дейді. Уақыттың бекер кетуі не? Өлімден де жаман. Алейкумассалам ва рахматуллах. Себебі өлім сені осы дүниеден бөледі. Өлім сені не қылады? Осы дүниеден айырады тек қана. Басқа еш нәрсе қыла алмайды өлім. Амма уақыттың бекер кетуі сені Аллахтан айырады. Себебі сен уақытты бекер кеткізіп жатсаң, демек шариғатқа қарсы болған нәрсемен шұғылданып жатқан боласың. Жоқ дегенде бекер нәрсемен, кешірімді болғанның өзінде. Болмаса шариғатқа қарсы нәрсемен анық шұғылданып тұрасың сол жерде. Демек уақыттың бекер кетуі сені не қылады? Аллахтан айырады. Аллахтан айырған нәрсе ол жаман нәрсе. Сол себептен Аллахтан айырылған адам ол сөзсіз жамандықта. Бұл момын адам үшін, мұсылман үшін уақыттың өте қымбат екеніне не болады? Белгі болады. Содан Хасан Басри рахимахулла айтады, мен сондай адамдарды жолықтырдым. Олар өздерінің уақыттарына сендердің біреулерінің қалтасындағы ақшасына қатты мән бергеннен көре қаттырақ мән беретін дейді. Қалтаңда ақшаға қалай мән беріп жүресің? Бүгін 100 теңгесі кетті, 80 қалды дегендей. Мынаны мыняқа істетсем қалай болады екен деп 1000 рет ойланып, сосын істетесің, солай ма? Уақытыңа да сондай бір азғантай баға беріп көр. Себебі ол уақыттың кетуі, бекер кетуі, демек сенің өміріңнің бір бөлегі кетті дегені. Содан айыммалардың бірі айтады, адам баласы, сенің уақытың кетсе, өзің кеттің дегені. Себебі уақытың сенің өміріңнің бір бөлегі. Тура адамның денесінің мүшелері оның бір бөлегі болған сияқты, уақытта не ол? Адамның бір бөлегі да. Ол кетсе, сен кеттің. Себебі сен қайтара алмайсың. Оның орнын басатын нәрсе жоқ. Кейбір мүшелерің кетсе, оған мүмкін көп мұқтажда болмайды шығарсың. Сабыр қылу арқылы. Амма уақытың кететін болса, оның орнын басатын еш нәрсе жоқ. Егер бұл